Настолько World арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі видео бізден қолғанат қыздың екінші бөлімі, достар. Ағынеп көтеріп жүрек. Мен тезірек торспып бетке жеткізіп тастаңыздар. Өтініш жалда ападақ деп түсіп кетті. Соған поддержка бере лайктарыңызды басып күшті концерт жасаңыздар. Өтініш бір сұрамады лайк менің үстен келте бе жоқ па деген. Көп сөйлеп кетіп соқтан видеомызды бастай берейік. Нағыз неғып отыр. Мен саған айттым ғой, бар тете данатсарды жүр деп. Жарайды, қазір жуып келемін. Сосын маған таңғы дайындап қой, ұқтың ба? Жарайды, дайындаймын. Жақсы, бар дайында, қазір тексерем, ұқтың ба? Жақсы. Достар, жуғым келмейді менің. Прям жуғым келмейді. Маған жуға пішет ұнамайды. Неге соны анам түсінбейді? Үнемі осылай ғой. Жарайды. Чайын құйып берейінші, әйтпесе анам ұрсады маған. Шаршадым. Барлығы жұмысты жасаймын, шаршадым мен. Ал тексерейінші барып, жасаған шығар бүкіл тірлікті. Сен жасадың ба? Иә, шайыңызды да, тамағыңызды да дайындап қойдым. Немене тұрыңды сүзіретпей, барша көзіме көрінбей. Барша. Жарайды, барсам барайын. Қараш, кішкене адам отыр демейді, немесе ұйықтап жатыр демейді бар ғой. Жынымды қоздырып бітті ғой осылар. Әкесіне айтып бермесем, қараш, бір тірлік жасау керек қой енді. Мұны қара. Жақсы болды ғой. Бестің шайына құрбымды шақырып, осындай күшті тәттімен десе тәттімен жейміз. Жақсы болды ғой. Болды, ана қызға енді жинату керекмін. Ой, ішіппін ғой, маны жуа сал деп айтпасам. Не істеп отырсың, тұрыңды сүзірейтіп? Бар аңыздарды жу. Бүгінгі құрбым келеді. Құрбымды шақырамын қазір. Жарайды. Содан кейін үйде жинап қой. Ұқтың ба? Жақсы, қазір жинап тастаймын. Бәсе, аны телефонға да кеткен. Тағы да лақтырып жүрген жоқсың ба? Білмеймін. Қазір тағы барып, қалға барып, телефон алып келетін болдық қойда, машин телефон. Қарашы, әне мына жердің барлығын шашып тастағанда, енді мен жинауым керек. Бірақ анам ғой. Қазір бірақ бұл сөзімді естіп қойса, қазір маған тағы ұрсады. Одан да барып тез жинай салайын. Болды. Жинап қойдым. Енді кішкене ұйықтауыма болатын шығар. Таңертең таңғы ас дайындадым. Әкемді жұмысқа шығарып салдым. Оның өзі маған оңай шаруа емес қой. Бәсем алып келді қой. Қазір енді звондайыншы мен. Алло? Құрбым, қайсың? Жақсы өзім. Ой, бүгін кешке келсең, кешкі 5-тің шайына. Жақсы, келемін ғой, келемін. Иә, бір күшті тәтті алып қойдым. Екеуміз бірге бөлісіп жейміз ғой. Жақсы, келемін. Жақсы, сау бол. Әріндегенде шақырдым ғой құрбымды. Енді қазір барып тексерейін, немесе ана қызды шақырайын.
Ей, бері кел, қызым. Әне, шақырып жатыр. Тұрымды сүзіретпей қояйыншы. Ау деп бара салайын осылай. Қызым, не болды? Мына үйді тез жинайсың ба? Өйткені айттым ғой, және қазір құрбым келеді. Жақсы, жинай саламын. Сен аны столды сұртып, алыстартып қойдың ба? Иә, ана холодильникте тұрған десертке тиіспе. Кешке артық құрбымды шақырып қойдым ғой. Сол құрбыммен келеміз жейміз. Жақсы. Ал әзірге дейін мен кішкене мызғып алайын. Сені тексеремін деп таң атпай тұрдым еще. Жарайды. Уже шаршап кеттім ғой. Үйді жинаймын деп. Так. Ойбай, кім звондап жатыр? Алло, саламатсыз ба? Ей, сен құрбымның қызысың ба? Иә. Атым Мәриям ғой, ұмыт қалдыңыз ба? Иә, ұмыт қалыппын. Айтпақшы, мен келе алмайтын болдым. Айта салшы құрбыма. Жарайды. Жақсы. Сау болыңыз. Сау бол. Құрбысы да келмейтіні қандай жақсы болды. Келмегені маған да жақсы болды. Жарайды. Үйді несі жинамаған едім, өтірік жинадым деп айта саламын. Жақсы болды ғой, келмегені. Жақсы, мен ұйықтап, нағап алайын. Ал достар, сіздерге осымен қолғанат қыздың екінші бөлімі ұнаған болса, арнама тіркеліп және де активті көтеріп, мені тезірек 400 подписчикке жеткізіп тастаңыздар, және де одан 1000 тіркеліш жеткізіп тастаңыздар. Өтініш жалынамын әлі. Сол сұрағыма қалай, яғни ютубтан кетейін бе жоқ па деп. Ал достар, сау болыңыздар.